Майдан даласында қалған боздақ. Қан сасып, өрт шалған майдан даласынан аман сау қайтқандар некен саяқ еді. Өмір жолы өксумен өткен жарым көңіл, ақ шымылдығын әлі кір шалмаған жас келіншек, екі көзі төрт болып, жан жарын тосты. Әкесіз жетім қалғанын сезгендей, көзі боталаған жас бала, көкелеп, шешесінің етегіне орала берді. Маңдайында жұлдыз боп жанған перзентінен хабар ошақ жоқ, кеудесі күпті, мұңлы ғана, күнде жәутеңдеп, әлі қара бұлт арыла қоймаған, батыс жақтағы созалаңдаған жолға жанарын талдыратын. Сонда да майдан даласынан оралмай қалған боздақтың бірі, жауынгер ақын Пазылбек Қалыбеков еді. Пазылбек Жаңақорған ауданындағы Екпінді колхозында туды. 1940 жылы Қандарал орталау мектебін бітіріп, сол жылы оңтүстік Қазақстан облысындағы Қапланбек малдәрігерлік техникумына оқуға түседі. Жасынан елгезек болып өскен ол домбыра мен мандолинада шебер ойнап, ән салады. Көркемөнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі, мектеп қабырға газетінің редактор болады, қолы қалт еткенде өлеңде жазатын еді. Пазылбек әскери комиссариатқа өтініш жазып, өзі сұранып майданға аттанады. Бұл 1942 жылдың 27 маусымы, 18 жаста еді. Пазылбектің 1942 жылы 15 шілдеде өлеңмен ауылға жазған алғашқы хаты «Аттанып барам майданға» деп аталады. Аттанып кетіп барам майданға мен, қоштасып алтын бесік қайран елмен. Мен бәлкім оралармын, оралмаспын. Артымда белгі болып қалсын өлең деп, одан әрі өздерін эшелонмен алып бара жатқанын, жолда көргендерін, ауылдастарымен бірге бара жатқандығын, жауды жеңетіндіктеріне сенімді екенін айта келіп, ал енді әрі қарай тыңда жұртым. Арада 4 сөткедей жүрдік күн түн. Шкалов қаласына келіп түстік, берлік командалар дүркін-дүркіндей келіп. Аз қалды алғы шепке аттанармыз, демеңдер кетті ғой деп хат хабарсыз. Бұл күндер көшкен бұлттай өте шығар, қауышып, аман есен жаттанармыз деп түйіндейді. Он шумақ өлеңмен жазылған бұл үшкіл хат ағайын туыстарының, ауыл адамдарының көңіліне үлкен демеу болады. Жауынгер ақын Қалыбеков Пазылбек Шкалов қаласында әскери даярлықтан өтіп, қазан айында Уфа қаласында болады. Осы жерден майдан даласына аттанады. Өлеңмен жазылған екінші хатын майданнан ауылдағы туған інісі Тазабекке 1942 жылы 21 қарашада майданнан хат деп бастап, інісіне, ауылына деген сағынышын айта келіп, айдаһардай ысқырып, жаудың жағадан алып тұрғанын баяндайды. Қамықпа жаным, қамықпа, қиындық көрсең тарықпа. Әділдік үшін барлық ұлт шығып тұр ұлы жорыққа. Түнекті мынау сырып, күн жақын шығар жарыққа. Намысты қолдан бермейміз, осыны жеткіз халыққа. Мен ойлама, елді ойла, елің бір үшін ет пайда. Қанқұйлы жауды талқандап, жеңеміз оны қалайды. Тылда да майдан қарағым, тәртіпті бұзба абайла. Үйдегі ата-анаңның қас-қабағына қарайла. Қаламың менен күрегің, сенімді болсын серігің, ортаймасын бір мысқал, жеңіске деген сенімің. Сол үшін қалқам қалайда, қызметін жаса елімнің деп, інісі арқылы ауыл ағайындарын жігерлендіре түседі. Пазылбектің өлеңмен жазылған бұл үшкіл хатын інісі Тазабек колхозшылар арасында оқып, ауыл тұрғындарының жеңіске деген сенімін, еңбекке деген құлшынысын арттыра түседі. Жауынгер хабарсыз кетіп, қан майданнан оралмай қалды. Айлар аунап, жылдар жылжып өтіп жатты.
Бірақ ата-анасы Қалыбек пен Айшонық, әпкесі Сәрсенгүл, інісі Тазабек күдер үзбеді. Артынан бірнеше хатта жолдады, әскери мұрағаттардан да іздестірді, бірақ жауап болмады. Пазылбектен хабар ошар болмады. Бірде композитор, әнші Төменарық елді мекенінің тұрғыны Пазылбектің жиені Аманбай Өтебаев нағашысының өлеңмен жазған хаттарын суретімен аудандық газетке жариялайды. Бұл 1988 жыл болатын. Осы газетті оқыған Жаңақорған кентінің тұрғыны соғыс ардагері сынықшы Үндемес Есенбеков Аманбайды іздеп тауып алады. Ол Аманбайға қанды шайқаста Пазылбек нағашысымен бірге болғанын айта келіп, сөйтіп Үндеместі және мәдениет саласының қызметкерлерімен тағы бірнеше ауыл қарияларын ертіп барып, Тазабек нағашысына Пазылбектің қазасын естіреді. Осы қаралы бас қосуда Үндемес Есенбеков Пазылбек жайлы былай деп сыр шертті. Мен Пазылбек, Ерман Байзақов, Әсет Құлымбетов, Айдар Әлиев, Мырзахан Тәукебаев, тағы біраз ауылдас жігіттер майданға эшелонмен бірге аттандық. Шкалов қаласына дейін бір вагонда бардық. Кілең сайдың тасындай 18-20 жастың арасындағы жігіттерміз. Жауды жеңетінімізге сеніміміз зор. Барғанша әндетіп, өлеңдеттік. Сонда өлеңшіміз де, домбырашымыз да, әншіміз де Пазылбек еді. Барғасын бізді бөліп жіберді. Украина майданында Пазылбекпен қатар соғыстық. Ол бірінші ротаның старшинасы болды. Ал Мырзахан Тәукебаев екеуміз үшінші ротада болдық. Шабуылға қатар кіріп жүрдік. 1943 жылдың 23 тамызында Қызыл армияның Курск шайқасындағы жеңісі Харьковты азат етуге жеткізді. Бұдан кейін біздің армия Қырымды жаудан тазартуға бет бұрды. 1943 жылы қараша айында Днепрден өтуге көпірді қорғау үшін шайқас басталды. Міне, осы қанды шайқаста 23 қараша күні кешкі сағат 6-лар шамасында Пазылбек ерлікпен қаза тапты. Шабуылға кіріп бара жатқанбыз, кідіруге уақыт жоқ. Бетін шинелімен жауып, білген құранымды жүре бағыштап өте шықтым. Пазылбек бауырымыздан осылай айырылып қалдық. Сол шайқаста Мырзахан екеуміз ауыр жарақаттанып, санчасқа алып кетті дейді Үндемес ақсақал. Сөйтіп, әпкесі мен інісі Тазабек хабарсыз кеткен Пазылбектің қанды шайқаста ерлікпен қаза тапқанын 45 жылдан кейін естіді. Отан қорғау жолында майдан даласында ерлікпен қаза тапқан жауынгер ақын Пазылбек Қалыбековтың есімі аудан орталығында, тағзым алаңында тақтада және туған жері Төменарық елді мекеніндегі тақтаға жазылған болатын. Қазір сол Төменарық елді мекеніндегі тақтадан алынып тасталған. Сонымен қатар сол жердегі нөмірі 53-ші Кеңес одағының батыры Романов атындағы мектептің мұражайының меңгерушісі Асқар Әбдіғадыров сұрап қоймаған соң, Қалыбеков Пазылбектің майданнан жазған 11 хатын табыстаған болатын. Сол бағалы құнды жәдігерлер ұшты-күйлі жоғалып отыр дейді Пазылбектің жиені Аманбай. Отан үшін жанын пида етіп, сүйегі жат жерде қалған боздақтар әруағына немқұрайлы қараған әкім қараларға не деуге болады? Сондай-ақ Пазылбектің майдан даласынан жазған 3 хат өлеңі облыстық мәдениет басшылығы шығарған «Майданнан хат» атты кітапта жарияланды. Отан қорғау жолында жанын қиған боздаққа қандай игілікті тірлік жасасаң да жарасады. Оларды мәңгі есте қалдыру мақсатында есімін көшелерге берсе,
боздақтар аруағы риза болар еді. Ана аманаты. Ана көңілі қандай, әсіресе бауыр дегенде. 1943 жылдың күз айларында хабар ошарсыз кетті деген қара қағаз келіп, бауыры Қалыбеков Пазылбектен айырылып, өмірінің соңына дейін бір дерегі шығып қалар деген үмітпен армандап өткен менің анам еді. Ана қасіреті мені де бейжай қалдырмады. Көңіліне демеу жұбаныш болсын деген ниетпен анашым деген балау сәнімді арнадым. Анашым, жыламашы, көрмейін көз жасыңды, өзіңді қинамашы, көтерші сен басыңды. Анашым, айналайын, сыйлайын бар асылды, жаныңды қинамашы, қиналам көргенде көз жасыңды. Елжіреп, еске алдың ба қымбатты жас шағыңды, мұңайдың неге мұнша тізілтіп мұншағыңды. Әкемді сағындың ба, бұл күнде көре алмаған, бауырыңды сағындың ба, соғыстан оралмаған. Анам 84 жасқа қараған шағында дүние салды. Анамның елде қалған інісі Қалыбек Тазабек болмысы бөлек, асыл затты, тұла бойынан тектіліктің, бекзаттықтың белгісі білініп тұратын ерекше жан еді. Екпінді елді мекенінде тұратын бой түсіп келе жатқан бозбалалар нағашыма еліктеуші едік. Тазабек нағашымда 80 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Қайтыс болардан бірнеше жыл бұрын шақырып алып, Пазылбек нағашымның майдан даласынан жазған сарғайып кеткен үшбұрышты хаттары мен хабар ошарсыз кетті деген қара қағазын берді. Ләммим деп маған еш нәрсе айтқан жоқ. Мен ауылға қайтып кеттім. Бұл анамның да, нағашым Тазабектің де мойныма артып кеткен аманат екенін білем. Мен де жас емеспін, жас 70-ке тақап қалып, ендігі арман майдан даласында қалған нағашым Пазылбектің бір дерегін білу, жатқан жерін анықтап, туған жердің бір уыс топырағын салып, Құран бағыштау. Бұл менің перзенттік борышым атаусыз кеткен нағашымның әруағының алдында мойныма жүк етіп артып кеткен Тазабек нағашым мен анамның аманатын орындауға Алла тағала күш қуат, жігер қайрат, уақыт бергей деп тілеймін.